Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша өңірде биыл 20 мыңнан астам адам екі қолға бір күрек тапқан. Алайда мемлекеттік бағдарламаны теріс пайдаланып, пайда тапқысы келгендер де болыпты. Одан қалса, өңірде кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстардың саны өсуде. Бұл проблемалармен қалай күресу қажет? Мәселенің мән-жайы облыс әкімі төрағалық еткен жиында айтылды. Аймақтарды дамыту бағдарламасы бойынша 2015 жылдың басынан бастап 20 мыңнан астам азаматқа қызметке тұруға жәрдем берілген. Оның 7 мыңы жұмыс берушілердің өтінімі бойынша болса, 400-ге жуығы әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілген. Сонымен қатар жазасын өтеп шыққандардың 30-ға жуығы қызметке тұрыпты. Сотталғандар көбіне жұмысқа тұруға талпыныс танытпайтын көрінеді. Айта кеткен жөн, биыл оған қоса 9156 жаңа жұмыс орны пайда болыпты. Бұл елбасының жұмыс орындарын ашу бойынша міндеттеген тапсырмасының өңірде жүзеге асып жатқандығының белгісі делінді жиында. Получили содействие. Екі қолға бір күрек таппай жүргендерге көмек беру мақсатында 59 бос орындар жәрмеңкесі өткізілді. Онда 2097 кеңес беріліп, 514 адам тұрақты жұмыс тапты. Әлеуметтік қызметке 25 адам жіберілді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сай жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы жүзеге асырылуда. Кейбір аудандарда мемлекеттік бағдарламаларды жамылып, заңды белшесінен басқандар да бар екен. Бұл туралы прокурорлар бірер мысал келтірді. Қазіргі таңда құқық бұзушылардың істері сотта қаралып жатыр екен. Өңір басшысы селекторлық режимде байланысқа шыққан аудан басшыларына бюджет қаражатының жұмсалуын бақылауда ұстау қажет екендігін айтты. Надо возмещать в полном объеме средства, которые Егер бюджеттен қаражат жымқырғандар болса, олар жазасын өтеумен қатар алған сомаларын толықтай ел қазынасына қайтаруы тиісті. Жеке бақылауға алып, тексерістер жүргізу шарт. Бюджеттен алынатын әр теңге тиімді пайдалану тиіс. Тағы бір алаңдатарлық жайт кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстар санының өсуі. Жыл басынан бері Петропавлда мұндай 56 қылмыс тіркелді. Қасақана кісі өлтіру бойынша солтүстік Қазақстан облысы ел бойынша алғы шепте тұр. С учетом проведенного анализа нами пересмотрено. 2015 жылдың 8 айының қорытындысы бойынша 7352 қылмыстық іс қозғалды. Қоғамның қатысуымен 44 қылмыстың беті ашылып, әкімшілік құқық бұзған 500 адам ұсталды. Мұның бәрі қылмыстардың азаюына септігін тигізді. Десе де облыстың әр ауданында кісі өлтіру фактілері тіркелген. Қылмыстардың денін ішімдікпен әуестенетін, одан қалса жұмыссыз жүрген азаматтар жасаған. Қасақана кісі өлтіргендердің саны күн санап аспаса азаятын түрі жоқ. Бұл ретте аймақ басшысы тиісті басшыларға біршама міндеттер жүктеді. все это происходит. Безусловно, все эти убийства раскрываются, но они в основном в результате пьянства на бытовой почве. Кісі өлтіру әсіресе ащы су ішкеннен басталады. Аудан әкімдері мұндай жағдайлардың алдын алуға бағытталған шаралар сіздерде тиісті деңгейде жүргізіліп жатпағандығының көрсеткіші. Сол себепті жұмыстарды жандандыру шарт. Бұл сандар өспеуі тиіс. Күн тәртібіне шығарылған сұрақтар бойынша берілген тапсырмалардың орындалуы аймақ жетекшісінің жеке бақылауында болмақ. Назерке Ғалым, Орал Амренов, ақпарат.